Ассалаумағалейкум достар. Мынау иллюстратор арқылы осында 3 логотип жасаймыз. Мынандай скетч сияқты салынған суреттеріміз бар екен, и осыған қарап логотип жасаймыз. Логотип жасау барысында көбінесе скетчпен жасаған жақсы да, идеяны ойыңызды жеткізгенге. Осындай мысалы осылай скетч салынды. Енді логотип бастайық. Логотип жасауды, қолымызды үйретуді. Негізі бұл біреудің жұмысы. Просто біз біреудің жұмысын көшіру арқылы қолымызды үйретеміз, вкусымызды дамытамыз. Сөйтіп, мынау кругты аламыз, сөйтіп қойып көре береміз. Қолымызды дамыта береміз да осылай. Ctrl-S, Ctrl-F дегенді басамыз да, бүйтіп Alt, Shift көтереміз. Көрдіңіздер ғой. Енді мына жерде 4 бұрыш табамыз да. Сөйтіп осы жерден бүйтіп. Мына жерден бүйтіп аламызды сөйтіп қоямыз. Мінекей. Көрдіңіздер, мынау кругпен размері бірдей болу керек та. И осыны осы жерде осылай тұра берсін. И мына жерде тағы да Alt кнопкасы ұстап тұрып бүйтіп көтереміз да, и бүйтіп бұрамыз. Қойып аламыз. И осылай кішірейтеміз. Сәл бұру керек сияқты. Осылай тұра берсін. Енді оны Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, бүйтіп көтереміз да, қойып қоямыз. Сөйтіп қойдық. Енді мына жерге бір линия создать етіп жібереміз. Енді осының бәрін белгілеп аламыз. Мына жерде инструмент создания фигур дегенді басамыз да. Мысалы қара түсті алып бүйтіп бояп алайық. Мына жерге біреуін бүйтіп боямыз. Мына жерге біреуін бояп қоямыз. Мына екі түрлі болу керек. Кейін оны қазір түсіндірем. Мына жерге артықтар шығып кетіпті. Енді осыны аламыз. Осыны аламыз да пипетканы аламыз. Мына жерде логотиптің уже несі бар, суреті бар. И мынаны аламыз да пипеткімен басамыз. И мына жерде осыны аламыз да тікет басамыз. Мінекей. Біздің бір логотипіміз дайын болды. Ол қайсы? Мінекей. Қараңыздаршы достар, қандай әдемі болып шықты. Четко әдемі логотип. Уже бір қысқа уақытта бір логотип жасап тастадық. Енді екінші логотипке көшейік. Мына жерде My Team, бұл походу футбольная команда. Бұның тоже автор бар. Просто біз айтып жатырмын, қолымызды үйрету үшін, қолымызды дамыту үшін осындай әрекеттерге жасаймыз. Аламызды бүйтіп Alt кнопкасы ұстап тұрып бүйтіп тартамыз. Көрдіңіздер ғой. Мінекей астында линия сызылып жатыр уже. Түрлі жолдар бар. Осының жолдары бар. Тағы да басқа жолдармен жасауға болатын еді. Мейлі осылай қыла берсін. Жерге бүйтеміз да баяннан жасай саламыз и пипеткімен цветін аламыз. Мінекей достар,
мына жерге астына team деп шрифтпен жаза саламыз. Team. Бұл негізі Euro Style деген шрифт. Ойбай, алынбады оны. Примерно осыға қоямыз да. Бұны разбирать етеміз. Переобразовать в кривые дейміз да. Разгруппировать етеміз. Примерно осыға қоя береміз. Болды, міне. Бұны аламыз да, бұны қап темный емес, бұны көріп тұрғандарыңыздай, сәл цвет. Негізі маған цвет ұнамай тұр. Мынандай бір цветті қоямыз. Мінекей, достар. Міне уже екінші логотип дайын болды. Негізі жеңіл логотиптерді жасап жатырмыз. Кейін бұл скетч сияқты суреттерімізді неден менің осы төмен YouTube каналымда төмен сілтемеден жүктеп алсаңыз болады, құдай қаласа. Енді мына жерде проект мечты дейді. Астындағы текстін жазбай қойық. Үстіп аламыз. Қалай істесек болады. Негізі жолдар көп. Ең оңай жолын жасап көрейік. Мінекей. Енді бұны аламыз да увеличить, қалыңдығын көбейтеміз. Қараңыздар. Жүрсін, жер сәл майыс қалып жата. Вот проект мечты дейді. Аслында проект мечты деп жазсайық. Негізі шрифт басқаша болу керек. Басқаша ғой, иә. Осылай жазсайық. Міне, осымен біздің логотипіміз дайын болды. Қысқа уақытта 3 логотип жасап тастадық. Достар, осыны мен төменге сілтемеге қойып қоямын, мынау жаңа скетч сияқты салынған суреттерді. Соны жүктеп алып, өйстіп қолдарыңызды үйретсеңіздер болады. Осы менің YouTube каналымды қарап, қолдарыңызды үйрене беріңіздер, дами беріңіздер, тоқтамаңыздар. Пайдалы білім бола берсін. Жарайды, жақсы достар, сау болыңыздар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.